сайранымсың туған ел, қорғанымсың айбарымсың туған ел. Бәк көңіл мен сені шексіз сүйемін, көтеретін байрағымсың туған ел. Сен туралы кәусар жылар жазамын, таңға жайып таусылындай тазамын. Бостандықтың күні босқа өтмесін, бодандықты талай көрген қазағым. Мен қазақпын, қайсар халық тек дедім, асыллармын асқарына жет дедім. Тәуелсіз ел Қазақстан жасасын, одан басқа бақытым да жоқ менің. Даңғыл болсын келешектің жолдары, байтақ отан саған бақыт орнады. Одан өзге тілегім де жоқ менің, ұлттық рухым биіктесе болғаны. Лайланбасын өзендерім, көлдерім, соқты көзден аман болсын кең жерім. Басшы біреу, халық тіреу, қашанда аман болсын ел бастаған ерлерім. Уақыт мезгіл алаңдаусыз өтсе екен, күн күлімдеп алтын нұрын төксе екен. Бабалардан бізге қалған аманат, келешекке кемелден жетсе екен. Сайранымсың туған ел, қорғанымсың айбарымсың туған ел. Ақ көңілмен сені шексіз сүйемін, көтеретін байрағымсың туған ел. Жырла жырла алау жүрек оттығын, баяғыдай көрмеулігін жоқ бүгін. Бойтұмары әлемдегі қазақтың, биіктерде желбіресің көк туым. Жырла жырла алау жүрек оттығын, баяғыдай көрмеулігін жоқ бүгін. Бойтұмары әлемдегі қазақтың, биіктерде желбіресің көк туым. Бойтұмары әлемдегі қазақтың, биіктерде желбіресің көк туым. Ұлттық арнада айту оңай, біздің бүгінгі хабарымыз ата жұртқа оралған қандастардың ел өміріне қосқан үлесі туралы болмақ. Тағдырдың талқысынан, тегеуріннің тепкісінен ел айырылып, әкеден бала, ағадан іні ажырап, төрткүл дүниенің түкпір-түкпіріне тарыдай шашылған халық едік. Егемендіктің арқасында ел мен ел қосылды, сырттағы ағайын бауырларымыздың көбі ата мекеніне оралды. Қайта оралған бауырға қандай енші бере алдық? Олар ортаға не салды? Елге қандай еңбек сіңірді? Қабылаш Әбікейұлы София қаласындағы Болгария ұлттық консерваториясын бітірген. Оқуын тәмамдаған соң Улан Батыр қаласындағы академиялық опера және балет театрында 20 жыл қызмет етті. Сол тұста ол әлем классикасынан. Евгений Онегинде Онегин, Вердидің Риголеттосында Риголетто, ал Отелло операсында Яго партиясын шебер сомдап, Монғолия халық әртісі атағын алған. Бірақ басты мақсаты елге оралып, ерекше әсем даусымен, шынайы дарындылығымен, еңбексүйгіштігімен халқына адал қызмет ету болатын. Еліміз егемендік алғаннан кейін ата жұртқа оралып, Абай атындағы опера және балет театрында 20 жыл қызмет еткен. Кейіннен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында дәріс берді. Бүгінде ол көптеген шәкірт тәрбиелеп, оларды халықаралық деңгейдегі байқауларға шығарып жүр. Монғолияның халық әртісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, кезіндегі жез таңдай бұлбұл үнді опера әншісі, бүгіндегі ұлағатты ұстаз Қабылаш Әбікейұлы бүгін бізде қонақта. Қарсы алайық. Ассаламу алейкум. Түрлі өтіңіз.
Сізді неше тілде ән салды дейді? Енді біраз тілде айта береміз ғой. Итальян. Итальянша айтамыз. Француз. Французша да айтамыз. Моңғол. Моңғолша айтамыз. Моңғолдың халық әртісі болдыңыз ба? Моңғолдың қарағатысы. Неше жасыңызда алдыңыз? 33 жасымда алдым. Моңғол ағайын қалай құрметтеді сізді? Енді Жақсы оны- ғой, енді ең үздік атағын 33 жасыңызда берсе, бізде өзі 33-те ол алғандар негізінде неке саяқ. менен гөрі сол азаматтардан сұрағаның дұрыс болар еді. Жоқ, енді Қалай жақсы ғой, енді сол жаңа енді- атақты бергеннің өзі жетіп жатыр. Рахмет, енді сол біздің сен шетелде қазақсың әнеміне деген жоқ. Бізді оқытты, тоқытты, Болгарияға жіберді. Одан кейін енді қайтып келіп Монғолиядағы Опер-балет театрында 20 жыл қызмет жасаппын. Сондай қолпаштады, құрметтеді, оқытты. Ал еліміз егемендік алған кезде сіз чемоданыңызды жинап алдыңыз да туған жерге тартып тұрдыңыз. Әрине, ол бір дұрыс айтасың. Мен туған, өскен жерім. Бізді ана жаққа сабаққа жіберді, оқытты, тоқытты. Бірақ бізді елге деп бір ұлы күш тартып тұрды ғой. Сіз далада қалам, о жаққа барған соң менің қадірімді кім біледі, мына жақта халық әртісімін деп бір Дұрыс айтасың. О Ойлаған жақтағы атаға абырой, о жақтағы енді еленіп отырған мәнсабыңды тастап келген біздің көп азаматтар бар. Соның бір менмін. Енді отырмақ, енді біздің елді басқарысып отырған азамат осында келіп, қызмет істеп жатыр. Мен де соның бір айтып отырмын ғой, бізде сол әне-мінемізге қарамадық. Еліміз егемен болған кезде бізде бөркімізді аспанға атып, әне-мінеге қарағамыз жоқ. Енді моңғол ағайындар ренжіген жерлері бар, бірақ олар тез қайтып кететін халық. Сондықтан енді одан кейін де біз талай барып, мен мысалы 2-3 жылда барып, сол жаққа спектакльға қатысып тұрдым, концертке қатыстым, өзіміздің әріптестеріміздің юбилейіне деген сияқты осындай жағдаймен біраз қызмет жасап келе жатырмыз. дұрыс екен. Негізі өзіңіз секілді жаңа қызметте жүрген адамдар келді дедіңіз. Мен де біразын танимын. Зұқай Шарбақынұлы дейтін ақын бар. Үш жерде білесіз. Ол кісі кезінде сол жерде кәдімгі бір ол Баян Өлгейде әкімнің орынбасары қызметін ұзақ жыл атқарған ғой, біздің тілмен айтқан кезде. Соның бәрін тастап, ол кісі осында келіп, жай ғана бір көші-қон комитетінде бір қарапайым жұмыс істеді. Депутаттығын тастап келгендері бар, үлкен қызметтерін тастап келгендері бар. Сол енді адамдар ондай көп. Ол енді елге деген сағыныш, елге деген махаббат жатыр деп ойлаймыз ар жағында. Өзіңіз келдіңіз, Моңғолияның халық әртісі. Қалай қарсы алдық сізді сол кезде? Жаман қарсы алды дегем жоқ. Мен мамандығым жағынан келдім. Мен басқа көп іштеге ойлап келгем жоқ. Негізінде менің негізгі мақсатым мен кейінгі ұрпақты осы қазақ еліне қалдыру үшін. Мен егер ана жерде жыл орнымда отырып, мені сыйласын ойбай, мені моңғол халық әртісі мені осы жерде отыра берейін десе, мен мүмкіншілігім бар еді. Ел қатарында қызмет жасап, ел қатарында абыроймен отыра беруге болады еді. Бірақ мен айттым жаңа, бізді жетелеп келген шынында бір ұлы күш бар. Ата жұртқа деген сағыныш. Квотасын берді, ақшасын берді, үй беретіне үй берді, өзіңіз секілді дарындыларға жұмыс берді. Солай ма? Бейсен, мен негізінде көші-қонмен келген адам емеспін. Мен негізінде осы жердегі мәдениет министрлігінде келгенде мені шақырды. Өздері шақырып. Өздері шақырды, Опер-балет театрға мені келісіп, 2 жылға келісіммен келдім. Өлі 2 жылға келдіңіз ба? Ода қазір міне 24 жыл болды. Әлі келісіммен жүрсіз ба? Келісіммен жүрмін. Азаматтық алдыңыз ба өзіңіз? Азаматтық алдым. Мен азаматтығымыз кейінірек берді біздің. Азаматтық бір 5-6 жылдан кейін алдық біз. Алғашынан келе салғаннан кезде меған міне жерде олай-бұлай гастрольға жүрерді. Міне жерде біздің театрдың бастықтары қиналатқан маған виза алу үшін. Азаматтық жоқ. Азаматтық жоқ болады. Жеке куәлік жоқ. Енді сондай. Біздің опера балет театрында қанша жыл жұмыс істедік деді? Мен 15 жыл қызмет жасадым. 15 жыл. Одан кейін ұстаздық таңдадыңыз. Қазір Құрманғазы атындағы консерваторияның ұстазымын. Сабақ беріп. Профессорымын. Сол жерде қазір қазіргі жағдайда 10 шақты студентім бар, солармен қызмет жасадым. Ән саласыз ба әлі?
саламыз Құдайды. бір әу десеңізші, ел естісін дауысыңызды. Бар екен елдің аты Марал деген. Бай шіркін-ай. Әр жерде еттім сайран кезіп жүріп, есіне құрдас зар илеймін, тамаша қосны қорлан, қос қыз көріп, айқай жалған, осны қорлан, екеуі туған екен бір анадан. Рахмет енді. Ағамыздың түрі менімен құрдас секілді болып көрінген, ағам уже 70-тен асып кеткен. Оны жеңгеміздің де арқасы шығар? Жеңгеміз. Мүмкін. Жоқ, әлде өнердің арқасы ма? Өнердің де арқасы бар, бірақ жеңгеңіздің көп пайызы. Мақтамасақ болмайды. Жалпы осында біздің аддар отыр, мынау ақын ғалым Қалибекұлы ағамыз отыр. Қалеке, елге қашан оралдыңыз? 1993 жылы. Наурыздың 21 күні кешкі сағат 8-ден 20 минут өткенде екінші Алматыға келіп жеттім. Ой. Қазір секундына дейін айт десем, секундына дейін айтасыз. Секундын енді айтуға болады. Сағынып келдіңіз ау деймін, ә? Әрине сағыныш. Алғашқы көш, енді кінәламаймыз, бірақ көп ағайындар әлі қалды ғой сол жерде. Қорқыныш болды, үрей болды. Сонау советтік жек көрінішті империяның енді Қытайға онша жек көрінішті болған жоқ. Мына Монғолияда сол болған кезде олар не болып кетті? Мына жақта орыс болып кеткен, қазақ деген әңгіме әртүрлі естіледі. Алғашқы көшпен осы келген адамдар, олар бір батыр адамдар солар. Бола ма, сөйтіп айтсақ? Енді оны солай айтуға болады, өйткені ода бір қызыл империя ғой. Иә. Біз 93 жылы мына Ботагөз апайымыз куә. Бір 4 жазушы келдік. Жақсылық Сәмитұлы деген кісі марқұм болып кетті, үлкен классик жазушы еді. Тұрсынхан Зәкенұлы, Армебек Сағындықұлы, сол 4 семья келдік. Бізде жаңа Қабекең айтқандай үлкен жұмысымыз болған. Шуардың Синжанның партия комитетіне жұмыс істедім мен, партия журналында. Партия? Иә. Егерде сол жерде жүре бергенімізде, қазіргі кезде үлкен бір мансаптың шетінде жүрер медік. Түкіріңіз жерге түспесіп еді? Иә, солай болар еді. Өкініш жоқ? Өкініш жоқ, соның бәрін қиып келдік. Ал енді бұл жерге келудегі осында жетелеп әкелген жалғыз үміт, жалғыз сағыныш ол біздің атамыздың, мен тікелейсі менің атамның ата жұртына деген сағыныш. Себебі 32 жылғы мына Сталиндік қуғын сүргін болды, аштық болды. Сол заманда менің атам кәдімгі қолға түсіп, түрмеге қамалып, сол түрмеден қашып шықты. Сол қашып шыққанда ағайындардың арқасында бір қызы қалған, жұбайы қалған. Сол жалғыз қыз қазір мына Зайсан өңірінде шығыста әлі бар, 90-ға жақындады. Ал енді о кісі 66 жасында қайтты, сол 33 жыл бойы сағынып өтті. Сол сағыныш елге жетелеп әкелді. Елге жетелеп әкелді. Келді, иә, шын мәнінде көп адамдар келді, мына елге көп, әркім өз саласында бір еңбегін сіңірді ғой. Мына әдебиетшілер, ақындар, тарихшылар, сол мысалға Қытайдан келген, осы біздің қазақтың да әдебиеті мен мәдениетіне үлкен еңбек сіңірді. Солардың бір биік шоғыры деп кімдерді атар едіңіз? Биік шоғыры дегенде әдебиет саласында мысалға жаңағы
атын атап өткен Жақсылық Самитұлы деген ағамыз шын мәнісіндегі сол Қытайдың мемлекеттік сыйлығын алған үлкен жазушы еді ол кісі. Одан бері қарайғы көзі тірі жүрген мысалға жаңағы менің досым Тұрсынхан Зәкенұлы сияқты үлкен тарихшы, әдебиетші, бері қарай айтсақ тарих саласында жаңағы Нәбижан Мұхамедхан сияқты, өнер саласында өзіңіз білесіз Майра Мұхамедқызы, Шұғыланың өзі мысалға бүкіл биге, қазақ биіне үлкен жаңалық әкелді, бүкіл Қазақстанға. Сондай салада жүрген азаматтар, азаматшалар өте көп. Өте көп. Ботагөз Суатхан, Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі. Қазіргі соңғы сан бойынша дүниежүзінде қазақтардың саны қанша? Сіздерде бар шығар? Әлемнің 40-тан астам елінде 5 миллион қазақтар тұрып жатыр. 5 миллион? 5 миллион. Еліміздегі мен қосқан кезде сонда бір... Елімізден 11 миллион қазақпыз деп жүрміз ғой. Ана шеттегі 5 миллионды қоссақ 16 миллион болып тұрмыз. 16 миллионбыз. Ал мысалға тәуелсіздік алғалы бері көш... 1 миллионға жоқ көшіп келді. 1 миллионға жоқ деп айтамыз. Әлі 5 миллион бар сыртта. Әлі 5 миллион. Өйткені ол өсіп жатыр ғой қайтадан. Ой, шіркін-ай десеңіз, олардың бәрін қазір қалай жүріп жатыр өзі көш? Енді мен Дүниежүзі қазақтар қауымдастығында қызмет етіп жатқандықтан біздің негізгі міндетіміз шетелде қазақтармен күнделікті рухани мәдени байланыс жасау. Ал енді бұл жерде негізі көші-қонның сыртқы істер министрліктерінің адамдары... Сіздер біліп отырсыздар ғой? Біліп отырмыз. Биыл енді көші-қон заңы қабылданды. Көші-қон заңынан кейін қаулы қабылданды. Қазір енді көшіп келетін ағайындарға көптеген жеңілдіктер болып жатыр. Біздің келесі кейіпкеріміз бұл кісі химия ғылымдарының кандидаты, ол кісі сол 90-шы жылдарда Қытай Халық Республикасынан келген. Қазір немен айналысып жүр екен? Сол жайында сюжет көрейік. Райса Әріпжан Қытай ғылым академиясында еңбек етіп жүріп, 1991 жылы білімін жетілдіру үшін Украинаға жолдама алады. Бірақ құжаттарын Украинаға емес, Қазақстан ғылым академиясына тапсырған. Содан бастап ол ғылыми қызметінің Қазақстанда жалғастыра бастайды. 1995 жылы химия ғылымының кандидаты болған ол, 1997 жылдан бастап кәсіпкерлікке ден қояды. Еңбекшіқазақ ауданындағы минералды су шығып жатқан жерге ғимарат салып, шағын демалыс орнын ашты. Мен енді мына Байдыбек ауылдан келіп жүрмін. 70 шақырым ғой осы жерге. Кішкене жүрегім ауыра бастап еді. Апта сайын бір рет келем, 1 сағат шомыламын. Осы жылдың январьда тағы да осылай бір аптада бір келем, 1 сағат шомылам. Қазір кішкене жақсы болды. Жүрегіме де, нервный система да, содан кейін қолымда жара болса, міне кетіп қалады екен. Міне, сол пайда, сол үшін енді келіп шомылып жүрміз. Райса Әріпжан егін және мал шаруашылығымен де айналысады. Әрі қарай өсіріп, асылдандыру үшін қолға алған кәсіпкердің 5 гектар алма бағы да бар. Райса Әріпжан бүгін күнге дейін 30 шақты отбасының ата жұртына оралуына көмектесіпті. Өзі ғалым, химия ғылымдарының кандидаты. Бірақ бүгін жаңа шаруа қожалығымен, жермен айналысып жүр екен. Неге екен? Өзінен сұрайық, ортамызға шақырайық. Күлі химиксіз ба сонда? Иә. Ана Қытайда оққан оқыңыз? Иә, Қытайда химик. Бұл жаққа кеп қойып кеттіңіз ба оны? 91 жылы мен осы Қазақстан ғылым академиясының шақыртуымен аспирант болып келдім. Аспирант болып келдіңіз, содан? Әсілі шақырту бойынша мен Украинаға жіберген Қытай өкіметі. Сол мына Қазақстан ғылым академиясында Еділ Ерғожин деген кісі бар. Мықты ғалым. Шақыртуы болған менде, сонымен сол кісіге аспирант болып 95-те кандидат қорғадым. Содан кейін? Содан 96-ның соңына дейін ғылым академияда істедім. Кейін әлгі кризис замандары болды, содан қысқарту болып, содан арғарай жеке кәсіпке кетіп қалды. Содан қазір мал өсіресіз? Иә. Қанша сиырыңыз бар? Бір қараңыз. 100-ден артық. 100-ден артық. Тағы не бар?
Біреудің малын санаған, ақшасын санаған жақсы ғой өзі. Енді бір Бірақ ел жұрт білсін деп отырмын. Ойлай шығар, бір 5-10 сиыры бар деп ойламасын деген әңгіме. 200-дей қойым бар. Сонан кейін жаңа 5 гектар жерге алма бақ еккем. 1 гектар жерге шылан дейді, енді орысшасы қытайша китайский финик дейді. Мынандай қызыл жиде сияқты. Ол жейма былай өзін? Жей. Көптеген емдік қасиеттер өте жоғары оның. Қымбат тұратын ба, 5 мың теңге тұратын? Иә. Содан кейін жылы ыстық су бар дейді ғой ана жерде. Енді мен 90 жаңа жеке кәсіппен айланысып жүріп, 97 жылы Нұрлы деген ауылға бардым. Оған баруыма Халиф Алтай деген ғұлама кісі болып еді. Сол кісінің бір өтініші болды, Нұрлыға апарып келсең деп. Соны барып Нұрлыны көріп, жаңағы ыстық суды көріп, соны ақыры оны біреудің жеке меншік екен. Соны сатып алдым. 99 жылы Жанел деген, Жаным елім деген мағына беретін Жанел деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрып. Жанел деген аттар көп қыздардың. Ол не дегенсем, жаным елім деген сөз екен ғой. Мен өзім сол жаным елім үшін деген тұрғыда ат қойған. Жақсы екен. Ондай қызым жоқ. Жақсы. Мен жалпы айтып отырмын. Үйде жеңгемнен қорқасыз-ау деймін кішкене. Енді қорққандық емес, шындықты айтып жатқаным ғой. Дұрыс. Жаңа сюжетте айтылып қалды, бір 30-дай отбасыны көшіруге бір ықпал етті деді. Солай ма? Иә. Со 97 жылы барғанда, со Нұрлы деген ауылда үйлер арзандау екен. Содан дереу бір 2 үйді сатып алдым. 98 жылы ағамды көшіріп келдім, содан бірте-бірте әкемізді көшіріп келдік, кіші әкемізді көшіріп келдік. Сол бүкіл туыстарды артартынан келді. Тышқаншалап тасу дейді ғой, бір жылда бір жылда 1-2 отбасын сөйтіп көшіріп. Қазір бәрі келді ма? Бәрі келді. О жақта ешкім қалмады ма? 3 атаның баласы бәрі келді. Бәрі келді. Иә. Бәрі еңбекке араласып жүр ма? Жұмыссыз жүргені бар ма? Қиналып жүргені бар ма? Келген кезде кішкене қиындық болған. Тілден? Тілден, енді бір ортаға көну болады. Әзір енді оның бәрі өзі мұғалім болғаны мұғалім болып жатыр. Жаңағы егіншілікпен араласқан, егіншілікпен, малшылықпен араласқан, малшылықпен араласып өз күндерін көріп жүр. Сіз мынаны айтыңызшы, сіз ғалым адамсыз ғой, жай ғана шаруа қожалығын басқа немесе кәсіпкер емес. Шын мәнінде, егерде ерінбеген адам болса, жалқауланбаған адам болса, жұмыс істейін дейтін адам болса, 2 қолға 1 күрек табылады. Тіпті баюына, жағдай ауқатты адамға айналуына болады қазақтың жерінде. Солай ғой? Солай. Ал кейбір адамдар жылайды ғой, олардікі не? Еңбектенген адамның, мысалы Қазақстанда өмір сүруге мүмкіндігі зор. Себебі бұл жерде бәсекелестік аз. Басқа мемлекеттерге, мысалы Қытайға салыстырғанда. Бұл жерде тезірек аяғынан тұрып кетуге, бір кәсіпті бастап кетуге мүмкіндігі зор Қазақстанда. Дұрыс. Қажет андас дейтін менің әріптесім отыр, әрі журналист, әрі ақын. Қажекең осы 20 жылдай болды ғой дейме? Жетісу газетінде жұмыс істейді. Сіз қазір ғылымға бір үлес қосып жатыр екенсіз. Мынау біздің көптеген өткен ғасырдың басындағы біздің Алаштың арыстары, біздің мықты әдебиетшілер, ақындардың өлеңдерінің бәрі көбісі төте жазумен түскен. Сіз сол бір мықты ақындардың өлеңдерін қазір аударып кириллицаға қағазға түсіріп жатыр деді ғой? Негізгі оқым ошақта алғаш Ильяс Жансүгіровтың Жетісу мемлекеттік университетінің журналистика мамандығы алғаш ашылды, соны біз тамамдадық 2010 жылға қарай. Содан кейін сол жердегі ұстаздар мен магистратураға қарай ары қарай білім жалғастыруымды талап етті. Содан магистратураны бітіргеннен кейін сол жердегі адамдар, ол жерде енді Ильяс Жансүгіров атындағы университетте Ильястану ғылыми практикалық орталығы бар. Әрине Ильясты бүкіл қазақ таниды, бірақ та бір қызығы өткен ғасырдың 20-30 жылдардағы осы Қазақстандағы газет журналдардың бәрі төте жазумен шыққан. Бәрі төте жазумен. Енді Ильяс бастаған, Мағжан бастаған, Сәкен бастаған осы ұлы көштің бәрі кейін халық жау болды, айтты битті. Сол кездегі оқығандар одан көп еңбектері олар ақталғанша жарыққа шыққан жоқ. Ал ол кісілер ақталған кезде төте жазуды толық білетін адамдар болмай қалды. Сонымен бұл нәрсе көп жақтан қиындық тудырып жатты. Деді сол орталықтың адамдары маған 20-30 жылдардағы Ильястың мұрасын жинақтау. Яғни газет журналдарда қазіргіден Ильястың енді пәленбай томдығы шықса да, сол томдыққа еңбеген еңбектерін. Қысқасы оның бәрі публицистикалық еңбектер. Осын табыс етті.
Содан кейін осыған енді қарындасым екеуміз 2 жыл бойы еңбектендік. Жалпы Ильяс туралы қазір енді орталықта 37 кітаптың жобасы жасалып, соны жасап жатырмыз. Соның 3 кітап менің еншімде. Бұл Ильястың осы күнге шейін 20-30 жылдар газет жолдары. Міне біздің жігіттердің қосып жатқан еңбегі. Қажекең жайлы біз бір сюжетте жасаған едік. Бір толығырақ бұл кісінің тұлғасын ашу үшін соны назар салайықшы. Қажет Андас 2005 жылы ата жұртқа жалғыз өзі келген. Қытайдың білім саласында жұмыс істеген ол, елге келіп Астана, Алматы, Талдықорған қалаларында 2-3 жылдай қара жұмыс істепті. Кейін Алматы облыстық Жетісу газетіне тілші болып орналасады. Төте жазу танитын Қажет Андас бірнеше жылдан бері Ильяс Жансүгіровтің мұраларын зерттеп жүр. Қазір бұл кісі 20-30 жылдардағы Ильястың 42 псевдонимі бар деп отырмыз. Сол псевдониммен жазылған мақалаларының, еңбектерінің барлығын архивтерден сол уақыттағы жазылған, сол шыққан газеттер мен журналдардағы еңбектердің барлығын сол қазіргі кириллицаға түсіріп, бізге қолымызға тигізіп, қазір 2 кітап дайындап отыр. Ильяс Жансүгіровтің 1920-1930 жылдардағы араб графикасы негізінде жазылған көптеген еңбектері бар. Қажет Андас ақынның көтерген мәселелерін Ильястану ғылыми орталығымен бірге талдап газетке жариялап жүр. Жуырда ол құлагер ақынның шығармашылығына арналған «Өткен күнде белгі бар» атты кітабын басып шығарды. Сіз елге кәдімгі пайдаңыз тигізіп жатыр екенсіз. Журналистика арқылы, ғылымыңыз арқылы елдің сізге берген бір пайдасы бар ма? Мен енді айтамыз, енді шетелден біз сағынышпен келді, ғанамен келді, мынаумен келді деп айтамыз. Бірақ мен сағынышпен басқамен келген жоқпын. Мен өзімнің сол кезде үлкен мұраттарым болды. Бірақ мен сол елде тұрып, сол мұраттарыма жете алмайтынына көзім жетті. Мен сол үшін келгенмін. 2005 жыл кейін бағанада айтты, расында мен өмірді осылай бастаған жоқпын. Мен жолдан бастадым. Анау Талдықорған жолының асфальтын көбімен төседім. Мен заводтан бастадым жұмысты, бірақ адал адамдарды таптым. Сол адал адамдардың арқасында қазақтың маңдайына біткен қазір Жетісу газетінің редакторы Әмір Әрін деген ағамыз сияқты ақын, журналист, енді қоғам қайраткері десе де болады. Сондай адамдармен жолықтым. Жақыпжан Нұрғожаев деген сияқты қазір Мұқағали танушы. Осындай ағалардың арқасында мен Жетісу газетіне келдім. Жетісу газетіне келу арқылы мен өзімнің бұрынғы армандарымды, сол ойлаған армандарымды, өзімнің шығармашылығыммен ұштастырдым. Құдайға тәуба 8 жыл бойында мен қазақ журналистикасының саңғырын меңгердім. Бірақ қиындықтың бәрі көп болды. Бірақ өзімнің сол кезінде, сол шетелде жүргендегі алғашқы армандарымның алғашқы баспалдағына қадам бастым. Ел маған соны берді. Бұйырса, әлі алттағы орындалмаған армандар көп, жазылар дүниелер көп. Осы елге қосар үлесім. Бірақ сол осы Қазақстанның осы гүлденімен бірге, өркендеумен бірге, өсімен бірге өсе береді. Жуырда театр саласында жаңа деген 7 маманға үй берілді. Журналистика саласындағы 3 маман үй алдық. Соның бір үй маған тиіп, кәдімгідей 1 ай болды осы енді үйлі болып. Бәрекелді. Сол жаққа барып менің бір шәкіртім орналасып, жоқта ғана маған сөйлесіп, үй алдым деп маған қуанышын жеткізді. Аты Жомарт деген азамат, сол жаққа солист болып орналасып жатыр. Бірге алған екенсіңдер онда. Құтты болсын. Құтты болсын. Құтты болсын, иә. Біздің келесі кейіпкеріміз Ауғанстанда дүниеге келген, кейін Ауғанстаннан Түркияға қоныс аударған, біздің енді тарыда шашылған қазақтың жүрмеген, өтпеген қиындықтары, жүрмеген жерлері жоқ, ақырая Тибеттен де асқан. Ал қазір ата қонысқа оралып, өсіп, өніп отыр. 15 баланың әкесі Болат Әбдужәлел. Ассаламу алейкум. Кеңіз. Ауғанстанда дүниеге келдіңіз? Ауғанстанда дүниеге келдім. Неше жыл тұрдыңыз онда? 30 жыл тұрдым Ауғанстанда. 30 жыл. Ауғанстанда қазір біздің қандастарымыз тұра ма? Қазір қалған жоқ. Бәрі келді. Бәрі келді ма? Аз қалды бұрын 500 жыл ері барғандар. Олар қазақтығын ұмытқан. Олар келген жоқ. Ондайлар да бар ма? Бар. Негіз Ауғанстанға қалай барған бұрын? Мен сол таңғаламын. Жарайды енді басы жаққа барды. Ауғанстанға қай жақтан барды? Ауғанстанда Қызылорда Қармақшы деген жерден, мына Қарақалпақстан үстінен Анхой деген жер бар, Әмудария. Сол құм соның үстінен Ауғанстанға өткен осы жерде. Ауғанстанға өтіп сол жерде ата бабамыз сол жерде болды.
Biz жерде дүнияға келдік. келдіңіз. Дүнияға келдік. Кейін Түркияға қоныс аудардыңыз. Сосын енді Түркияға, кеше Ауғанстанға тағы бұлар басты қойынды. Содан кейін біз сосын Түркияға қарап аудық. Соғыстан соғыс. Соғыстан соғыс болғасын аудық Түркияда. Сосын Ауғанстанда барған аталарымыз айтатын еді, Қазақстанда пәлен үй, 90 үй, 80 үй деп жылап отыратын еді. Қалды деп. Қалды деп, өлді деп. Өлді деп, қалды деп. Қалды деп. Сол әкеміз жылап отыратын еді енді. Соған қарап, сосын біз Ауғанстанға жаңағыдай болып атқасын, түрк тілі ғой, өзіміз ғой деп Түркияға қарап аудық. 79-да мен Түркияға келдім. Түркияда сосын қонағым сол жерде отырғаннан кейін, сосын қуанып мемлекетіміз жақсы болды ғой деп, 90-шы жылы мен Қазақстанға өзім келдім. Өзіңіз келді. Бала-шаға? Бала-шаға ояқты. 92-де сосын бала-шағаны алып келдім бәрінде. 15 балаңыз бар деген? 15 балам бар, 60 немерем бар менің қазір. 60 немере? 60 немерем бар. 15 балам бар. Екі әйелден. Екі әйелден, біреуінен 8, біреуінен 7, 15 бала, бәрі де жігіт болған. 15 баланы қалай бақтыңыз? Бағу ғой қиын емес ол. Қиын емес 15 бала. Не қиындығы бар, Сол 15 бала қазір сізді бағып жүр ме? 15-ін бақтыңыз. 15 баланы әлі мен немересімен қосып өзім бағып атым. Әлі бағып жатсыз? Әлі бағып атым. Жаңа мен бір әдемі сәтті байқап қалдым. Сіз әне жерде киім ауыстырып жатқан кезде балаңыз ба қасыңызда тұрған? Балам осырада. Сіз еңкейгенде жоқсыз, сіздің аяғыңызды шөткімен тазалап жатты. Ол болады. Құдайға жақсы көрем десең, әкеңнің шешеңді бақ деген. Арнайы киімдер тігесіз. Солай ғой. Шебер дейтін фирма бар. 22 жыл болды ма, мен сол киімін алсам. Киім. Осы мына жұмысшы охранник дейді, күзет жаңағы. Қазір күзет дейміз ғой енді. Сосын мына енді жұмысшы фабрикалерде жұмыс істейтіндерге солар заказ береді бізге. Сосын мына барақолда контейнеріміз бар. Сол балдарымыздың бір-екеуі үйде отырады. Соған мына үйде әр жерде істегеніміз жаңа 20 машина, 6 машина, киім тігетін машина. Соған жұмысшы аламыз, өзімізден де бар. Жұмысшылар соны үйретеміз. Сонымен 20-25 жылдан бері мен осы арада істеп жатырмын. Қазақстанда. Жұмысыңызға ризасыз ба? Аллаға шүкір. Келгеніңізге өкінбейсіз ба? Неге өкінбеймін, өз өтенім ғой. Жұрт өтен таппай жүр. Қан қалап, жылап. Мен өтеніммен келсем, неге өкінейін? Қазақ деген атым бар. Мен қазір Қазақстанға 100 миллион болсақ та аз, 50 миллион болсақ та аз. Шықнай бір 50 миллион болсақ көп жақсы болады. Болды, рахмет аға. Әкең шығуыңыз қойын. Жұғысты болсын. Әйел табыры алыңыз. Балаңыз бар ма, нешеу? 2 бала қой. Ой, не болады олан 2 бала? Бүгін арамызда өзің болмасаң да, ұрпақтарың ізіңді жалғастырып жатыр. Қолымыздан келді! Қуаныш пен сені. Мен саған ғашық болып қалған сияқты. Күмән мен күдік ұялатқан. Алаң болма, бәрі жақсы болды. Шытырман оқиғаның соңғы бөлімі. Асқар, не? Алтын ұя. Қазақстан телеарнасында. Ертең. Бұдан бұлай бізді жарқын өмір күтіп тұрған жүрегім сезеді. Әркімнің бақытты болуға хақы бар. Мердің қазір Алматыда өмір сүру қиын. Еден жушы. Егер үлгермесеңдер, далада қаласыңдар. Алайда оған жетудің жолы қандай? Жаңа өмірге қош келдіңдер жеттің. Аяулы арман. Қазақстан телеарнасында. Біржан аға, әліңізді, дауысыңызды сұрағандық. Ән бұлағы Біржан Сал. Қазақстан телеарнасында. Мына Сырымбек Тауыл дейтін балаңыз отыр. Сәкең осы 2005-те ғой деймін, сіз елге қарай бет бұрғаныңыз. Көптеген елдермен қарым-қатынас жасап жүресіз, сіздің фирма әртүрлі жұмыстар істеп жүресіз, тіпті екі жақтың палуандарын, өнерпаздарын апарып жүресіз. Бірақ сіз әлі азаматтық алған жоқсыз менің естуімше. Бірақ бәрібір еңбек сіңіріп жүрсіз. Неге алмай жүрсіз әлі? Енді азаматтық алмай жатқан себебіміз, ол жақта да сәл бизнесіміз бар. Сосын ол жақта да қазақтар бізден үлгі алса екен, азаматтық алмай да Қазақстанға жұмыс жасауға болады екен деген түсінсе екен деген ойымыз ғой. Және де басқа жақтан қарасаңыз,
Ол жақта бизнес жасап, мына жақта да бизнес жасап отқасан кейін 3 миллион халыққа бизнес жасағанға бай, 17 миллион халыққа бизнес жасағанға бай дегенді сәйкестіргенін көрсетіп жатырмыз да. Монғолияда қанша адам қалды қазір? Монғолияда қазақтың саны ма? Иә. Қазақ негізі бұрын 150 мың еді. Қазір бір 70-80 мың көшіп кеттік, бірақ қайта 150 мың болды. Қайтадан болды. Ол кісілер бір көшкілері келе ме, жоқ па? Енді мен ойлаймын, мынандай ғой, қазір Талдықорғаннан Алматыға көшіп келген қиын. Бір мемлекеттен бір мемлекетке көшіп келгеннен емес. Ол жерде бірге оқығаның бар, бірге өскенің бар, көршілерің бар дегендей. Қазір бұл жаққа топ етіп түсе қалған кезде, енді қазақ қонақ жайымыз ғой. Әрқайсымыз өз туысымызды, өз бауырымызды кең қолтық қылып, қолымыз жайып қарсы алсақ, бәрінің көшкісі келеді. Жалпы сіз өнерде де жүрсіз, солай ғой? Бизнесте де жүрсіз. Қайсысы жеңіл, қайсысы ауырлау? Енді спорт саласында айта кетсек, спорт саласы бұл Қазақстанды шетелге танытудың бірден бір түрі. Қазақ елін таныту үшін ол біздің жәнегі спортшыларымыз танытады. Ол енді бірден бір түрі. Сондықтан біз Қазақстанның спортшыларын шетелге көбінесе танытсақ деген салада жүрміз. Ол жағы енді бизнес саласы емес ол. Ол мейірімділік, қайырымдылық саласы. Бизнес енді жан сақтау саласы ғой. Осы сырттан келіп жатқан қандастарымыздың айтатын ең өзекті мәселесі, проблемасы не? Әлде болса тіл мәселесі. Себебі біздің әлемде жүрген 5 миллион халық 4 түрлі әріп қолданылады. Жаңағы кирилл, латын, төте жазу. Одан кейін әр елде жүрген азаматтар, қазақтар, сол елдердің тілінде ғана сөйлейді. Сол елдің тілдерін біледі. Соңғы кездері біздің орта буын қазақтардың өзі тілден айырылып бара жатыр. Сонда жастарын айтпай-ақ қояйық. Сондықтан шетелде тұрып жатқан қазақ диаспорасына ата жұрттан әлде болса тіл мәселесін үйретуге үлкен қамқорлық керек деп ойлаймын. Баян-Өлгейде, мысалы, Монғолияның қазақтар шоғырланған жерінде осы қазақ телеканалдарының телеарналар бәрі шығып тұр. Ол өте үлкен көмек. Өйткені айту оңай көреді, мысалы. Сізді, мысалы, Қазақстанда айту оңайды қалай таниды, солай таниды. Ол жерде ең жақсысы, жаңа балапан телеканалын көреді, телеарнасын көрген кезде балалар сол қазақша өсіп келе жатыр. Ал енді ар жағында ел астанасы Улан-Батыр деген, Улан-Батыр қаласында мен өзіммен бірге оқыған балалар бар, қалып кеткен қазақ балалар ол жақта. Ол балалар моңғолша болып барады. Сондықтан біз ойлаймыз, сол осы телеарна арқылы қазақтар қазақ болады деп. Айтасың, мына 25 жыл болды менің келгеніме Қазақстанға. Дүния жүзінде 32 мемлекетке мен барғанмын. Қазақстандай дүнияға жететін дүния жоқ. Жер жоқ па? Жоқ. Мынау кең, мынау дала, мынау жер. Мақтайды ғой, Швейцарияны мақтайды. Жоқ, бәрі ашық, мен бәрін көргем. Қытайыңды да көргем, бәрін де көргем. Мына қазаққа не келмейді? Не бар мына келмейтін? Мына жерде тілді үйренесің, тілді үйренесің. Менің айтатыным екінші телевизионда осы әңгіменің көбісін сіздер айтып жатасыздар, қазақшасы көбірек болса, шетелі оны қояды ғой енді, естіп жатады Қазақстан не айтып жатыр деп. Сол керек бір. Екінші келгеннен кейін паспорт жағынан кішкене оңайлатса, көмектесіп жіберсе. Сосын жер, үй, дүния, тамақ Қазақстанда мол ғой. Біз өмірше көрмеген бискілетінмеге адам қазір жіп мініп жүр адамдар. Неге нанкөрлік қылады? Неге бұл мемлекетке келмейді? Не бар қаңғылы сыртта? Біз сыртта көрдік, қазақ дейтін еді бізге. Ол қазақ деген қазір ауған деп жүрген жоқ па? Біз ауғандарға айтамыз, ауған дейміз, не қылып жүрсің дейміз. Қазір айтасыз. Соны айтамыз. Бұл мемлекетке неге келмейді олар? Неге көбейміз? Қазақстанда өтен дүнияда жоқ. Дұрыс. Қайда барса онда барсын. Маған айтсын, пәлен жерде мақтансын. Америкаңда осы, Францияңда осы, Алманыңда бәріне қыдырдым. Арабистан суды Меккеге 3-4 қайтара бардым. Осы Қазақстанның торпағындай, жеріндей, дүниясындай, табысындай жоқ қой жаным. Жоқ. Мына хабарды егерде сол жаңа Монғолиядағы ағайындар, Қытайдағы ағайындар, басқа жақта жүрген ағайындар көрсе, өздері ойланар деймін. Біз сіздердің ауыздарыңызға сөз салған жоқпыз. Біз бүгінгі хабарда тек сіздердің сіңірген еңбектеріңізді айтсақ дейміз. Шын мәнінде мына қазақ қоғамы біз осы сырттан келген ағайындарымызға айтар алғысы зор. Өйткені қазақтың шұрайлы тілі келді. Қазақтың сол жердегі бір ұмыт бола бастаған салт дәстүрі, өнері келді. Қаншама мықты мамандар келді. Олардың жақсылығын айту керек. Басқа болсын, әдебиетте болсын, мәдениетте болсын, сондай сіңіріп жатқан еңбек көп. Қажығұмар Шабданұлы дейтін
керемет жазушы өмірден өтті ғой. Өмірінің 3-тен 2-сі сол абақтыда, қамауда өтті. Сол кісінің айтқан бір сөзі бар екен. Менің бар қылмысым елден жырақта өмір сүргенім деп. Ата жұртта, ата мекенде өмір сүргеннен артық бақыт жоғау. Айтуға оңай, аман сау болыңыздар.